Қорқып жатыр. Әйтпесе ойыншықтар еп тастаған туралы да естіген. Сәлем балалар, мен сендердің жаңадан келген няняларыңмын. Насаған. Рахмет. Нәне күшті сияқты, маған сыйлық сияды. Онда ше, кеттік балалар, бірге ойнаймыз. Қазір мен орындыққа отырам. Ал сендер маған білгендерін жасаңдар. Давай ма, келістік па? Маған не жасап жатыр бұлар? Вау, күшті жасап жатсыңдар. Жоқ, красотка. Сендер сондай ашулысыңдар. Өзің соны қаладың ғой. Мама қойып кеткен камераны көріп қойған сияқты. Сендер менің осы уақытқа дейін істегендерім бәрін көріп тексеріп отырдыңдар ма? Что это? Мынау не? Қорқып жатырмын. Не болды апайға? Басқа камералар қайда барын айтыңдар. Әйтпесе ойыншықтарының бәрін отқа жағып жіберем. Дария, мына апай ашулы. Не істейміз енді? Мұнда не болып жатыр? Дария, сен қарның ашқан кезде осылай істейсің бе? Мен бұлай қатты етпеймін. Барлығын өртеп жіберем. Айтыңдар маған. 1, 2. Басқа камералар қайда тұр? Айтшы, мен ойыншығымды жоғалтқым келмейді. Болды, айтамыз. Болды, мен сендер түсінетіндеріңді білгем. Кетті, көрсетіңдер. Мына жерде камера бар. Басқа камералар қайда бар? Айт, бол. Болды, жүр мына жақта. Мен бұл няня туралы естігенмін. Ол тек қана балаларды шөппен тамақтандыратын. Блин, шөпті қалай жейді? Бір баланың шашын қиып тастаған туралы да естігенмін. Не? Тағы да бір камера бар. Бұл жердегі камера кішкене алыстау екен. Тағы да бар ма? Басқа камера жоқ. Камерадан құтылған үшін ойыншығымызды қайтарасыз ба? Әрине қайтарам. Жүр, кеттік. Саған қана мамамызға звондаймыз. Менің телефоным. Қайдағы телефон? Енді сенде телефон жоқ. Мамаларыңа звондай алмайсыңдар. Енді барасыңдар да мынаның жерін бәрін жинайсыңдар. Остан жинамайды екенсіңдер. Маған жасағандарыңды мамаларыңа көрсететін бол. Ол бізді бопсалап жатыр. Қалай ойлайсыңдар? Сендер мамаларың маған сене ма, сендерге сене ма? 5 оқырманға жетіп бағана кейін жағасын саламыз. Біз ойнауға кеттік. Жүрсеш?